Қаратөбе ауданы Қаратөбе гимназиясының 10 сынып оқушысы Самигуллина Саида. Менің кіші отанымның тарихы. Қастерлі ауыл кең даламның, кереметі бар мұнда бар ғаламның. Егінді көл өзіңе арналады, жазған жыр, тартқан күйем салған әнімде келе, мен өзімнің туып өскен жерім, Егінді көл ауылының тарихын сіздерге баяндағым келеді. Әлемнің 7 кереметі секілді менің кішкентай ауылымның да 7 кереметі бар. Олар Аққұм, Күнскер үңгірі, Қалдығайты өзені, Сармат тайпаларының қорымдары, Есенаман тауы, Бұлақ. Бұл 7 кереметтің барлығына менің ауылымның тарихы жіті байланысты. Ендеше өз ауылымның тарихы туралы дайындаған бейнеролигіне назар аударсаңыздар. Қастерлі ауыл көркі ғой кең даламның, кереметі бар мұнда бар ғаламның. Егінді көл өзіңе арналады, жазған жыр, тартқан күйем салған әнім. Қазақстан Республикасы, Батыс Қазақстан облысы, Қаратөбе ауданы, Егінді көл ауылы. Егінді көл табиғаты әсем жер. Солтүстік беті Шыңғырлау ауданымен шектеседі. Ылдиы мен өрі, өзені, көлі, мөлдір бұлағы, сай саласы, шағылды құмдары мен ну орманы. Алтын бесік туған жердің ажарын ашып, көркін асырып тұр. Тарихы бай, әрі терең өлке. Егінді көл ауылының солтүстік батыс бетінде 3 шақырымдай қашықтықта ежелгі Сармат тайпаларының өкілдері жерленген қорымдар сақталған. Бұл жер осыдан 2000 жылға жуық уақыт және одан бұрын өмір сүрген жауынгер, ержүрек ата-бабаларымыздың мәңгілік мекені. Археологтар табылған жәдігерлерге қарап, осынау аймақта бай мәдениетті, ерекше күшті, даңқты да ауқатты адамдар жерленгенін анықтаған. Обалардан Есі түркі халықтарының, соның ішінде қазақ ұлтының қалыптасу тарихында терең із қалдырған Сармат тайпаларының Савромат, ежелгі Сармат және кейінгі Сармат кезеңінде жататын сүйектері аса бай жәдігерлермен табылған. Сондай-ақ қыш құмыралардың сынықтары сақталған, кең дөңгелек алаңдар, ғибадатхана орындары белгілі болған. Әсіресе мұндағы мәртебесі жоғары жауынгер ер адамның жәдігерге бай зираты және киімі түгел алтын жапсырмалармен көмкерілген, әсем сырғалы, алтын моншақты әйел алтын адам сүйегімен қатар тұрған үлкен екі обада орналасқаны қайталанбас ерекшелік. Ауыл ортасынан бастау алған бұлақ көзі, жер қойнауынан шыққан тып-тынық су бүлкілдеп, күн сәулесіне шағылып, алыстан көз тартады. Мұздай салқын суы шөл қандырып, кәусар суындай тәтті дәмі ауызда еритін бұл бұлақтың суы адам ағзасына өте пайдалы. Бұлақтың суы ауыл өлкесіндегі тұнық көлге құяды. Ауыл атауының Егінді көл болуына осы көлдің тікелей қатысы болса керек. Аққу, қаз үйрегінің өзі көлге көрік беріп, жан-жағын көмкерген жасыл желек келушілерді ерекше күйге бөлейтіні анық. Ел ішіндегі Аққұм өте ертедегі үлкен қаланың орны деседі. Қала дегенде қалмақты ханы Алшағырдың ордасы екен. Қара-қыпшақ қобыланды келіп, тас талқан етіп қиратқаннан кейін осындай өркеш-өркеш құмдардың өлкесіне айналыптымыз. Дәл осы құмнан кеңес үкіметі жылдары ескі құмыралардың сынығы, жебенің ұшы, қылыш, басқа да көненің заттары көптеп табылған. Аңызға айналған Жұмбақ көл де осында. Аққұмның оңтүстік шығыс бетіндегі Қаратас орманы бар. Құмның дәл беті, әр бетінде шақ-шақ тола. Қалдығайты өзенін жағалай тоғайы бар. Арасы кең жайылымдық жерлерге бай орманды алқап. Жоғарыда айтылған жырда Қобыланды батыр Алшағырды шаһарында өлтіріп, кегін алғасын бірнеше күн көп қалмақты аралап, егізі Хансұлуды іздейтіні, сөйтіп кең тоғайдың ішіндегі қалың жылқыға таман баратына ойға еріксіз орала кетеді. Егінді көлдің Сегізсай ауылы бетінде Тұрлығыл тауымен жапсарлас Есенаман тауы аталатын қырат бар. Есенаман атақты Табын Бөгенбай батырдың немересі, Тіленші Тарханның ұлы. Тарихтағы әйгілі Жоламан батыр Тіленші ұлымен бір туған Егінді көл ауылының күншығыс бетіндегі орманның бір бөлігі Жәшей тауы деп аталады. Жәшей Жоламан батырдың ұлы. Бұл тарихи тұлғалар жайында мол мұраға деректер сақталған.
Жан-жағын көк көмкерген көрік торын, сайын даланы қақ жарып, шұбалаққан өзеннің табиғаты алыстан көз келер. Жел соқса, жағасы сыбдыр қаққан қоғалы. Жоғарыдан қарасаң, суда жүзген балықтарын анық көруге болады. Үйрек, қаз қонатын өзеннің жағасында демалудың өзі бір ғанибет екендігі сөзсіз. Атақты жырау Мұрат Мөңкеұлы үш қайнында қалдығайты бұлдырты жер реңкін қарасаң, көдерінің түбі сайын бір жылқы, қарағапша қобыланды, тұлпар мініп желген жер, аузы түкті кәуірді басы шоқты қалмақты, ерлері майдап келген жер, қысырықтай бөлген жер деп жырға қосатын қалдығайты өзені осы. Балығы тайдай тулаған, маңында аң құс шулаған қастерлі қалдығайтым. Солақай саясат кезінде банда атанған Күнскерей Қожа Ахметовтың есімі Батыс Қазақстан, Атырау облыстарына жақсы таныс. Қылмыскер атанып, тасаланып жүрген батыр бабамыз туралы түрлі аңыздар бар. Мәселен, оның осы маңда сырт көзге түспей, сай ішінен келіп, үңгірге кіріп, жасырынған кездері болған. Білетін кісі болмаса, өзгеге жасырын, елеусіз. Міне, осы үңгір Күнскерейдің үңгірі. Сай іші қалың жөніс, бұта. Үңгірдің үстінен келген адам байқамайды. Сайдан қарсы бетінен келген жан болса, үңгірді алақандағыдай көреді. Әр тасы тарихқа тұнған Қаратөбедегі Егіндікөл маңындағы бұл орын да әсем табиғатынан бөлек тылсым аңыздары мен құпияға толы мекен. Құралайды көзге атқан Күнскерей қуғыннан құтылып, ақыры алыс Түркменстан жеріне өтіп, аты жөнін өзгертіп, Әбілқайыр Жоламанов деген атпен 1968 жылы өмірден өткен.